Сәлем, қалайсыңдар? Достар, біз қазір аэропорттан Әлихан мен Ақботаны күтіп алып, үйге қарай бара жатырмыз. Сәлем деп қойыңдаршы, кәне Ақбота. Сәлем. Сәлем, Ақботаның анасы келді, Әлихан келді бізге. Ал достар, Әлихан не дейсің? Самолеттан түсе салып, Әлихан бірдеңке дейді маған, не дейсің? Анасы Ақтауға келдік қой, Сирена Галовидің үйін көрсетті. Жаным. Достар, біздің видео естеріңізде ғой, естеріңізде болса, енді Әлиханға да біз сол Сиреноголовыйдың үйін көрсетейік деп шештік. Видеоның соңына дейін болыңыздар, соңында күшті нәрсе айтылады, Иә. Барып көреміз бе? Бұл жақта сосын Сиреноголовый үйінен шығып шомылатын жері де бар ғой. Барамыз ол жерге де? Иә. Ол жерде көрем дейді ғой. Сиреноголовыйдың ваннасын көрсет маған дейді ғой. Болды. Достар, видеоның соңына дейін қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ақбота мен анасы каналында бізбен бірге біраз видеолар шығатын болады. Каналға тіркеліп алыңыздар. Ақботаға күміс кнопканы алуға өз үлестеріңізді қосып жіберіңіздер. Ал достар, біз Сиреноголовыйдың үйін іздеп келе жатырмыз ғой. Қазір о жақта өз көріне бастайды Әлихан. Қазір көрінеді. Күтіп отыр ғой біздің Әлихан кәдімгідей достар. Достар, бізде Әлихан кәдімгідей күтіп отыр ғой. Әлихан кәдімгідей күтіп отыр. Қай үйі, қай жерде деп. Сонымен алып келе жатырмын. Бірінші барып біраз Әлиханға пранк ұстап алайық. Одан кейін жақындап қалдыған. Көрініп жатыр ма? Ана, айналып тұрғанды көрдің ба? Өткендегі. Қазір қасына барасың, көресің. Қазір көреді біздің Әлихан. Күтіп отыр біздің Әлихан. Не істейсің сөйтіп? Алдыңнан Сиреноголовый шығып қалса не істейсің? Бірге бір шығасың ба? Шақырып көресің ба? Иә. Шақырып көресің ба? Ал достар, біз тағы да келдік Сиреноголовыйдың үйіне. Әлихан кетті, Әлихан қорқпайды екен. Әлихан көп күттім ғой дейді. Өз көзіммен көргім келіп жатыр дейді. Қорқып атқан жоқсың ба? Қорқып Білмеймін, мен өз басым қашам сендерді тастап. Сендер мен артынан жүгіріңдер мақұл? Ана Әлиханды қара ана. Шықса шықсыншы дейді Әлихан. Қазір алдыңнан шығып қалса, шынымен шықпаса не істейсің? Қорқпайсың ба? Мен өз басым қашам сендерді тастайым да қашам тік. Екеуің қорқпайсыңдар ма? Қорқасыңдар ма? Қашасың ба? Мен Ақботаны көтеріп алып қашам да Әлиханды тастап кетем. Міне, көрдің ба? Көрсе енді ал. Өз көзіңмен көрші дәу ана. Достар, баламысың деген шынымен сеніп жүр ғой. Бер тұр, ке Әлихан. Ішіне кіруге болмайды, қоршаудың ішінен кіруге болмайды, ке. Жаным. Шымкенттен осы Сиреноголовыйды көруге келдің ба? Төбелеске шақырып көресің ба? Маған айтады, тәте дейді, Сиреноголовый сіздерді қуыпты ғой. Мен онымен төбелесем, бірге бір төбелесем дейді ғой. Міне, ана Сиреноголовыйға айтайын ба? Ай, Сиреноголовый мен інім келді іздеп. Төбелесем дейтсе мен. Сөйлесесің ба? Достар, біз Ақбота мен Әлиханды Сиреноголовыйдың шомылатын жеріне алып келдік. Көресің ба? Кеттім, жүр көресің. Ал! Осы теңізде шынымен де Сиреноголовый шомылады. Иә, осы жерде шомылады ғой. Осы жерге шығып, шомылып, қайтадан үйіне барып жатады. Ау? Осы теңізге дәу бар, ортасында жатады ғой. Суық қой дейсің ба? Жаурадың ба сен? Ол Сиреноголовый деген жаурамайды ғой. Ол темір ғой, темір адам ғой. Жаны, сеніп тұрған алтындары. Сен Сиреноголовыйдан қорқпайсың ба? Ақбота қорқам дейді. Дәу ғой, дәу ғой. Кішкентелерден қорқасың ба? Дәу болса қорқпайсың, кішкентелерден қорқасың ба?
Достар, бізде Алихан өткендегі біздің каналымыздағы видеоны білесіздер ғой, ә? Сиреноголовый біздің Ақтауға да келіпті деген. Соны біздің Алихан шын көріп, соған сеніп, неден самолеттан түсе салысымен жадырата деп болыңыз, маған Сиреноголовыйдың үйін көрсетіңіз, Сиреноголовыйдың шомылатын жерін көрсетіңіз деп келе жатыр ғой. Бала ғой енді. Достар, өздеріңіз де білесіздер, бұл жай ғана сіздерге жасаған пранкымыз тұғын. Оған біздің Алихан да сеніп қалған екен. Сонымен қазір Алиханға түсіндіріп жүрмін. Алихан, бұл Каспий теңізі ғой. Ақтаудың, Атыраудың, осы Батыс Қазақстанның ең көрікті, тарихтағы ең көрнекі жерінің бірі. Қараш міне. Осы 360 әулие мекендеген Маңғыстау өлкесіне келіп тұрсыңдар ғой, Ақбота. Ақтауға келгендер жаман болмайды. Бисмилля деп Маңғыстау жеріне аяқ бастыңдар бүгін. Арман тілектерің орындала берсін. Міне теңіз. Қарашы, қандай Алланың құдіреті шексіз. Мына су кәдімгі шексіз болып көрінеді, бірақ шексіздік деген нәрсе бұл әлемде жоқ, Ұнады ма бүгінгі Сиреноголовый деген менің пранкым екеуіңе ұнады ма? Ұнамай қалды ма? Ақбота, сен шынымен сендің ғой, Шынымен сендің ба? Біздің Ақбота жүгіріп кетіп бара тұрғаны теңізге. Мен көрейінші қайтып шомылады, қай жерде шомылады деп. Бота, Алихан кесе бері, күшті нәрсе айтам. Ақбота, Алихан, бұл біздің Ақтаудың, Маңғыстаудың электро, жаңағы тоқ жасайтын құрылғы мынау ше, анау қатты айналған сайын осыдан тоқ пайда болады. Ішінде үлкен генераторы бар, білесің бе? Бұл біздің мақтанышымыз. Қараш, қандай әдемі, әсіресе самолетпен, төбеден вертолетпен ұшып кетіп бара жатсаң, осы өте әдемі болып көрінеді. Бұл Америкада да бар. Жоқ, құлап кетпейді. Ішінде үлкен генераторы бар. Ол доқ жасайды, білесің бе? Ешқандай да сирена, ау? Сиреноголовый жоқ қой. Ол пранк қой. Біз оны әшейін Ақтауда Сиреноголовый жүр деп, біз оны әшейін өзіміздің көрермендерімізге пранк ұстадық қой. Ешқандай да Сиреноголовый жоқ. Сеніп қалың ғой. Мен Алиханым шынымен сеніп қапты. Достар, осы жерде айта кетейікші. Бұл біздің Маңғыстаудың мақтанышы. Бұл бізде доқты жасайтын жел айналып тұрады ғой. Доқ жасайтын бізде ішінде үлкен генераторы бар. Үлкен бізде электро қуат көзін айдағыш. Ішінде Сиреноголовый жоқ деген едім. Уже жаурап кеттім деп атсың ба? Қызық болмай қалды ма? Достар, міне осындай мен Ақботаммен Алиханыма таныстырып жатырмын. Біздің 360 әулиелі жерге Маңғыстауға келдіңдер. Ештеңкеден қорықпаңдар. Сиреноголовый деген ол әшейін пранк қой сендерге. Міне осыларды айтып жүрмін. Теңізді таныстырдым барып. Мына біздің сіздерге де айта кетейін деп жатырмын, достар. Сіздер де сеніп қалмаңыздар. Алихан сияқты сеніп жүрген біреулеріңіз болса, сіздерге де айтып жатқаным ғой. Бұл біздің Маңғыстаудың мақтанышы. Өте әдемі құрылғы, қараңдаршы. Өзінің сүйкімділігі бар. Кеттік па? Жүріңдер, енді Сиреноголовыйдың бастарын таныстыр дейді ғой маған. Жүр, оны да көрсетейін ба, қаланың ішіндегі? Жүр, енді оны да көрсетем. Жүр, кеттік. Міне Алихан, көрдің ба? Әні Сиреноголовый бастарын қойып қойған ғой үстіп. Осы ғой сен қайта-қайта звондап сұрайтын бастары, міне. Көрдің ба? Екі бас ба ол да? Екі құлағы бар ғой, көрдің ба? Міне, мен Алиханмен әлі ойнап отырмын, достар. Міне көрдің ба Алихан? Ойбай, әне, көрдің ба? Аппақ басы тұр ма? Иә, бастарын ілбіліп кеткен ғой. Сен көрдің ба? Кәні қайда тұр әні? Ойбай, міне. Яқта бірақ басы бар екен. Ой, міне. Оның басы таусылмайды. Міне, олардан бақырып дауыс шыққан кезде енді. Әде ол шынымен де Сиреноголовыйдың басы ма? Жоқ. Алихан бағана алып саған пранк ұстап отырмын ғой. Алиханға айтсам өзі сенбей жатыр ғой, жадырата те.
өтірік айтпаңызшы, ана қалада сиреноголовыйдың бастары бар еді ғой деп соған көрсетіп жатырмын ғой. Ол бізде теңіздің жағасында, теңіздің жанында орналасқан қала болғаннан кейін Ақтау ше, сол үшін іліп қойған. Кәдімгі сиреноголовый деген ол өмірде жоқ нәрсе. Ол жай ғана сиреналар. Біз үлкен Каспий теңіздің жағасында орналасқан қала болғаннан кейін біздің қалада ол міндетті түрде тұрады. Ол бүткіл шетелде де теңіздің айналасында, жағасында орналасқан қаланың бәрінде бар. Америкада да бар, Малибуда бар, Майамиде бар. Егер су, енді Құдай сақтасын, су тасқыны болмасын, су көтеріліп деңгейіне сондай жағдай болып жатса, қалада сол дабылды қағады. Адамдар білу үшін. Түсіндің ғой? Ол ешқандай да зияны жоқ зат, ол әшейін тұрған зат қой, қорықпа. Достар, осы қаладағы сиреналарды көрсетіп, оған түсіндіріп жүріп, екеуіне түсіндірдім ғой, бұл жай ғана пранк, сиреноголовый деген жоқ деп. Я, достар, комментарийге жаза кетіңіздерші, менің айтқаным дұрыс қоя. Сіздердің де алып қосарларыңыз болса, осы видеоның астына комментарийге өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және Ақбота мен Әлиханның каналына жазылып, тіркеліп алыңыздар. Бізбен бірге түсірілген күшті видеолар алда шығатын болады.